Сәлем достар, бүгінгі видеом ең алып жануарлар. Ендеше кеттік. Лигр Геркулес арыстан мен жолбарыстың будандасқанынан пайда болған. Бұл жануар 2006 жылы Гиннестің рекордтар кітабына жер бетіндегі мысықтардың ең алыбы ретінде тіркеліпті. Бойы 3,7 метр болса, салмағы 400 келі. Бұл деген ең алып мысық бүкіл әлем бойынша. Екінші. Келесі, қарапайым өрмекші, Голиаф өрмекшісі. Бұлар кішкентай, ұлы табандары бар өрмекшілер. Олар көбіне шыбындар мен майда кесірткелерді қора кетеді. Бірақ үнемі емес. Бұл әлемдегі ең үлкен өрмекші. Амазонкадағы джунглида мекен етеді. Үшінші. Ал келесіге назар аударайық. Әлемдегі ең үлкен мысық Люда. Ең ұзын мысық. Әдетте мейн-кундар үлкен әрі үлпілдеген мамықты мысық ретінде белгілі, бірақ Людо әдеттегіден басқаша. Мейн-кун ол 17 айлығында 11 келі тартып, бойы 110 сантиметрге жеткен. Оның иесінің сөзінше үй жануарының алыптық олардың өзін таң қалдырыпты. Төртінші. Зевс 2013 жылы Гиннестің рекордтар кітабы бойынша әлемдегі ең бойшаң ит. Егер ол түрегеп тұратын болса, онда бойы 2 метрге жетеді. Өкінішке қарай, бұл ит 6 айға толарына 3 күн қалғанда мерт болған екен. Келесі, 5. Дариус әлемдегі ең үлкен үй қояны. Қояның салмағы 22,5 келі, ал бойы 130 сантиметр. Оның Джефф атты ұлы әлі кішкентай екеніне қарамастан өте жылдам өсіп келеді. Бұл екі алып қоянды ұстап отыру үшін қожайындары 63 жастағы Аннет Эльварс жыл сайын 5000 фунт стерлинг жұмсайды. 6. Алып құрбақа. Егер сіз құрбақадан қатты қорықсаңыз, онда Камерун мен Гвинея елдеріне бармаған, саяхаттамаған өте дұрыс болар. Бұл құрбақалардың ұзындығы 30 сантиметр. Сол үшін де абай болғаныңыз дұрыс. Ал құрметті достар, соңына да келдік. 7. Ерекше жануарлар әлемінің тұрпатты өкілдерін ұсынып көрелік, бірақ соншалықты үлкен аңдардың шын мәнінде қандай екенін көз жеткізу расында әсерлі болмақ. Бұл кәдімгі жылқы. Бұл Ұлыбританияда мекендейді. Сондықтан да бұл жылқы өте үлкен. Құрметті достар, осымен видео тәмам. Лайк басып арнаға тіркеліңіздер. Рахмет.